Ассалаумағалейкум. Біршама уақыттан бері біз ұлт және сана атты айдарменен хабар жүргізіп келе жатырмыз. Осы тақырып бойынша ұлттың негізі тіл, ұлттың болашағы бала, ұлттық намыс атты әңгімелер қозғалды. Осыған байланысты болу керек, біздің редакциямызға көптеген хаттар келіп түсіп жатыр. Оның ішінде осы хабарды өте құптайтындар да бар. Сындар да айтылады ара-тұра. Енді сол хаттар және телефон арқылы осы ұлт және сана тақырыбын ары қарай дамыта беруді, жалғастыра беруді сұрайды және талап етеді. Бүгінгі біздің әңгімеміздің тақырыбы ұлт қымбат па, рух қымбат па деп аталады. Бұл өзі құлаққа тосын естілуі де мүмкін, бірақ қазіргі біздің қоғамдағы шындық мәселені осылай қоюға мәжбүр етіп отыр. Жүздеген жылдар бойы біздің еліміз, қазақ елі отаршылықта болып келгені баршаға аян. Бұл Құдайдың да, адамның алдында да айқын шындық. Отаршылықтан құтылу жолында, азаттық жолында көптеген елін сүйген ерлер құрбан болғаны да мәлім. Ал енді бір жылдан асты тәуба дейміз, азаттыққа қолымыз жеткен сыңайлы. Қазақстан өз алдына дербес, тәуелсіз, егемен мемлекет болып өмір сүре бастады. Бұл жүздеген жылдар бойы күткен арманымыз. Жүздеген ұрпақ күткен арман. Осы бостандығымыз біздің түгел ме деп бір уақыт ойланған кезде, біз саяси бостандыққа ие болдық. Бұл жағы қуанышты нәрсе. Ал бірақ тұтас бостандық, тұтас азаттық алу деген жолы, азапты жолы әлі таусылған жоқ. Әсіресе мынау экономика саласында кешегі отаршылық заманда біздің республикамызды жан-жағынан шырмап, матап тастаған түйіндер әлі түгел шешіліп болған жоқ. Экономикалық қыспақтың қоршауында әлі тұрмыз. Енді бірақ үмітсіз сайтан деген бұл қиыншылықтардың да өтетін шығармыз. Бұл құрсауда жазылар. Егер кесірінен сақтаса, әрине қауіпсіз отыру, қарап отыру тағы да болмайды. Жан-жағымызда үлкен ұлы мемлекеттер бар. Олардың көзқарасы жас мемлекетке қалай болады? Жанашырлық бола ма? Әлде жауға бақпен қарай ма? Оны болашақ несі, бірақ сонда да қамсыз отыру жарамас. Дегенменен дәл бүгінгі таңда Қазақстанды шабуылдап, басы көктеп жаулап алатын бәле жаладан әзір Құдай бұйыртса аманбыз. Сөйте тұра тағы бір осы біздің шын нағыз бостандығымызға кедергі болатын тағы бір кедергі бар сияқты көрінеді. Ол кедергі сырттан келмейді, ол өзіміздің ішімізде. Біздің пайымдауымызша бұл кедергі қазақ елінің өз арасында, бұл мынау жүзге бөлінушілік, руға бөлінушілік деген кесел.
бәрінің де қиыны осы сияқты көрінеді. Өйткені бұл кесел өрістей берсе, мынау іштерін жегідей жейтін, қазір ырақты жегідей жүр ғой, сол сияқты бір дерт. Ал дерттің алдын алмаса, оның түбі қасірет. Осыған байланысты біздің қазақтың қоғамында дәл қазіргі таңда емес, бұрында осы мәселелер халықтың даналарын, халықтың өзін толғандырған болу керек. Содан да сол жүзге ұруға бөлінуге қарсы, жүзге бөлінгеннің жүзі күйсін, ұруға бөлген ұшын деген қаһарлы қарғыстар да болған. Сөйдей тұра, ұшын ұруымен деген сөз тағы да бар. Мінекей, менің қасында отырған азаматтарды мен таныстыра кетуді ұмытын қарап бара жатыр екен, кешіріңіздер. Өзбекәлі Жәнібекұлы, белгілі қоғам, саяси қайраткер, ғалым адам, тарихшы, этнограф. Ал оң жағында отырған Смағұл Елубаев, жазушы, өте талантты жазушы, Парасат дейтін үлкен журналдың, халық сүйіп оқитын, халыққа көп тарайтын, өте бағалы құнды журнал, Парасат деген журналдың бас редакторы. Жаңағы сұраққа байланысты екі түрлі ұғым туып тұр. Жүзге бөлгеннің жүзі күйсін дейміз, ұруға бөлген ұшын дейміз. Сөйте тұра, ұшын ұруымен іштейді. Сіздер осыған қалай қарайды жатыңыздар? Қалай түсінуге болады осыны? Өзеке, сіз көпті көрген адамсыз. Меніңше, ұшын ұруымен дегенде, бұған екінші мағынада беруге болады. Ұшын ұруымен бірге іштегенге де кетіп қалады. Қазақтың не көрсем де деген сөз. Не көрсем де сол өзінің туысқандарыңмен, отандастарыңмен бірге көр дегенге де. Мәселе отандас болса басқа ғой, ұру деп тұр ғой. Енді қазақтың түсінігінде ол кезде жаңағыда өзіміз айтқан жаңағы түсініктер болмауы да мүмкін, соған байланысты да туған болуы мүмкін менің ойымша. Енді негізі ұрушылдық бұл бөлінушілік, жекшілдік деп түсіндіруге болады халыққа. Бұл біздің халықтың тарихи дамуының ерекшеліктерімен байланысты, тектестік құрамының әртүрлі болғанына байланысты туған жағдай деп есептеледі, тарихи жағынан алып қарағанда. Ұруға бөлу, әрине, ата тегін жұрт білу керек. Дәл ұрудың сен қай ұруға жатасың дегенге. Ол рас, оны жет атасын білмеген жетесіз, түп атасын білмеген тексіз деген бар. Соған кетіп қалады. Сондықтан осы жағынан алып қарағанда жаңағы кім қай ұрудан екенін білгені, оның меніңше оған айып қоятын нәрсе жоқ, бірақ сол ұруды қазбалап, ұруға байланысты жаңа қатынас орнату, басқалармен, көршілерменен сол жағына абай болу керек сияқты қазіргі жағдайда әсіресе. Енді мен сіздің айтып отқан әңгімеңізге толығынан қосыламын. Өйткені соңғы кезде осы жағы дендеп баратқан сияқты біздің халықтың арасында. Мен ағада бір сөйлеген сөзінде айтқан едім, мынау әрбір рудың өзінің батыры, өзінің биі, байы пайда болды қазір. Жергілікші мерейтой өткізуге өтіп бара жатыр. Мына әлгі шежіре шығару кеңінен дамып бара жатыр. Нар өз шежіресін. Ол тура келе ме тарихқа, тура келмей ме, қисыны бар ма, жоқ па, осы жағы қазір бізде дендеп бара жатыр. Ал енді бұл жағы дендеп арман қарай дами беретін болса, бұл жақсылық қалып бармайды. Ал сондықтан да бұған қарсы тұрар басқа бір біздің өзіміздің қасиеттеріміз бар. Ол мынау жалпы қазақтық қасиеттерді дамытуға біз тырысуымыз керек. Әйтпесе кіші жүздің биі Айтеке, орта жүздікі Қазыбек, ұлы жүздікі Төле би болып, осының дөңірегінде кете беретін болсақ, бұл түбінде жақсылық қалып бармайды. Сондықтан да мен сіздің айтып отырған
мәселелеріңізге толығынан қосыламын. Ал енді қазіргі жағдайда, біз өзіміз ұлттық мемлекет құрып жатқан жағдайда, бұл аурудан құтылмаса, бұл жақсылыққа апарып бармайды. Ал енді мына мемлекет деген жөнінде, бізде Қазақстанның көпұлтты екендігіне байланысты азаматтық қоғам құру керек деген мәселені көбірек айтып жүрді. Ал енді мен айтар едім, біз ұлттық мемлекет құруымыз керек. Ұлттық дегенде бұл тек қана қазақ халқының ғана емес, осы Қазақстанды мекендейтін басқа ұлттардың да жағдайын жақсарту. Ұлттық деген жалпы сөздің өзінен қаша беруге де болмайды. Өйткені ұлттық дегеніміз бұл, біз айтамыз ғой, ұлттық мемлекет дейміз, ұлттық банк дейміз, ұлттық дәреже дейміз, тағы да басқа сөздер бар. Осы ұлттық пен ұлтшылдық арасындағы айырмашылықты біздің көпшілік азаматтар біле бермейді де, сондықтан осының төңірегінде көптеген сөздер айтылды соңғы кезде. Ұлттық және ұлтшылдық деген түсініктер ұлтын сүйгеннің бәрін ұлтшыл деп қарауға болмайтынынан туған нәрсе. Өкінішке орай бізде көпшілік жағдайда осының төңірегінде бірінші сөз айтылғанда жаңағы ұлт деген сөз шыққанның бәрін ұлтшыл қылып, соған айдар тағатын жағдайды басымыздан кешірдік қой осыдан біраз ғана бұрын. Ал ұлтын сүймеген адам өзгені құрмет тұтады дегенге мен жеке өз басым сенбеймін. Мен жаңа қазақта бір сөз бар, жақыныңды жаттай сыйла, жат бойынан түңілсін деген. Бұл әңгіме босқа айтылмаған нәрсе. Сондықтан қазір ұлттық идеология, ұлттық сана жөнінде айтылғанда, меніңше идеологиялық жұмыстың өзін сол осы асылдардың төңірегінде құру керек сияқты. Әйтпесе, қайда бара жатырмыз, қандай болады, елдің тағдыры, қандай қоғам құрып жатырмыз деген көп нәрселерге қазір жауап беріле бермейді. Сондықтан да әркім әртүрлі нәрселер айтып жүр. Мысалға айтады, мынау уақыт тезінен өткен ата жолын аралайық деген әңгіме айтылып жүр соңғы кезде. Ал содан кейін дінге қарай бетбұрыс жасайық дегенді айтатындар бар. Ал жалпы адамзаттық ұлттық игі қасиеттер төңірегінде сөз болып жүр. Мұның барлығы мынау коммунистік идеологиядан бас тартқаннан кейінгі кезде сол жаңағы босаған орынды толтыратын жаңадан идеологиялық құрылымның болмауынан туған нәрсе. Ал енді осы идеологиялық құрылымды тезірек қалыптастырайық деп осының төңірегінде жұмыс істеп жүрген мемлекеттік орындарда, ғылыми мекемелерде бүгін көріп отырған жоқ. Ал енді бір жақсысы, қуанышты жағдай жақында президенттің кеңсесінде осы мәселелер бойынша жиналыс өткізді. Сіз оған қатыстыңыз, оны естідік. Телевизордан да, радиодан да, газет бетінен де. Ал енді тікелей осы жағына бетбұрыс жасап, халықтың санасын бір жаққа қарай, жаңа бірлікке, елдікке, тірлікке қарай бағытламайтын болса, бұл әрине жақсылыққа алып бармайды. Мен айтайын дегенім осы еді. Бұл енді үлкен қасиет жайлы әңгіме қозғап отырмыз. Әңгіме қозғау да өте қиын бұл тақырыпқа. Дегенмен біздің халқымыздың тарихында бұл сұраққа жауап берген үлкен трагедиялы қасіреттер болды. Кәдімгі Айдарынан желесіп мемлекет болып тұрған кезде осы бөлінгеннің арқасында, іштен сіз айтқан жегі құрттың арқасында құлағаны. Сол бір 4 мысалды мен мысалға келтіргім келеді. Біріншіден, соңғы 1000 жылды еске алайықшы, соңғы 1000 жылды. Біріншіден, 3-4 ғасырға созылған Дешті Қыпшақ мемлекеті болды. Сол күші өзінен аз Моңғол шапқыншылығынан қирап жеңілді. Өйткені Мұхаммедшах, Қайырхан, Жәлеледдин үшеуі үш жақта жүрді. Бас біріктіріп, жалғыз жауға қарсы шыға алмады. Сөйтіп өзінен әлсіз жаудан жеңілді. Бұл неді? Демек, бүкіл дүние жүзін тітіренткен Қыпшақ мемлекеті 3 ғасырға созылған, жалп етіп құлап түсті. Бұл ненің арқасы еді? Бөлінгеннің арқасы болды. Бөлінгенді бөрі жейді деген мақал мына мысал. Екінші не мысал? Содан кейін көшпелілер Алтын Орда мемлекетін орнатты. Бұл да 3 ғасырға созылған дүниені тітіреткен ірі мемлекет болды ғой. Сөйтті де бұны ешкім сырттан келіп жаулап алған жоқ.
билікке Ақсақ Темір мен Тоқтамыс таласты да бұл мемлекеттің шағырмағын ортасына түсірді. Содан кейін оның өзі төртке бөлініп кетті, ноғай мемлекеті, қазақ мемлекеті, өзбек және сібір хандығы болды. Содан кейін оны Ресей шетінен ақырындап жайлап ала бастады мінекей. Сабақ па? Сабақ. Соншалықты дүниесі қарсы келе алмайтын, ешқандай мемлекет қарсы келе алмайтын империя іштей екі азаматтың Ақсақ Темір әмірі менен Тоқтамыс ханның билікке таласып, бүкіл халықты бір-біріне қарсы қойып, бүт-бүт қылып мемлекетті жаңағы қабырғасын күйретті. Бұл екінші мысал. Үшінші мысал, 260 жылға созылған кезде қазақ хандығы, енді жаңағы Керей мен Жәнібек хандық құрды ғой, қазақ хандығын құрды ғой. 260 жылға жеткен кезде Тәуке хан өлгеннен кейін тағы да үшке бөлінді бұлар. Әбілқайыр, Семеке Қайыпхан болды. Бір хан сөйлей алмады. 1718 жылы. Мінекей алдыменен бар мемлекетті билікке таласқан үлкен азаматтар, үлкен хандар, сұлтандар тұтасып тұрған қазақ хандығын үшке бөлді. Содан үшке бөлгеннен кейін жоңғарлар басталды. Бүттін шығат басталды да. Содан кейін 10 жылдан кейін барып, аналар Әбілқайыр ханды әскер басылғаннан кейін барып, Аңырақайдың түбінде 10 жылдан кейін барып жеңіске жетті. Ал бірақ бас бостандығын алып тұра алмайтынын білгеннен кейін бұл отар болды да, және 260 жыл күні кешегінге дейін, өткен жылға дейін бір қызық жағдай 260 жыл қазақ хандығы өмір сүрген екен, өзі қазақ ел болғалы 260 жыл бұл отар болған екен. Сөйтіп біздің өзі қазақтың ел болып, мемлекет болғанына 530 жыл болған екен. Енді біз қайтадан мемлекет құрып отырмыз. Сөйтіп біз 3 рет үлкен мемлекет болған екен біздің даламызда, соңғы 1000 жылдың ішінде. Үшеуінде билікке таласып, мемлекетті құртып, содан кейін сыртқы жауларға жем болған екен. Алдымен билікке таласып, содан кейін мемлекетті әлсір етіп, содан кейін сыртқы жауға жем болу. Үшеуі де бірдей тура. Бір ісханамен келген, бір заңдылықпен. Енді біз бүгін 4-ші мемлекет құрып отырмыз. Ылайым енді бөлінуден сақтау деуге болады. Мәселе осы жерде тұр. 4-ші рет мемлекет құрып отырмыз. 4-ші рет 3 соқдан кейін сабақ үйренбеген халық қазақ енді мемлекет болып жатқан кезде осындай ішімізден өзіміз үріп-шіріп ыдырасақ, шетімізден ақырын осы шоқпармен ақ соғып алады. Зеңбіректің де керегі жоқ, қарудың да керегі жоқ. Әп-әдемілеп тұрып соғып алады. Егер біз жаңағыдай ыдырап өз алдымызға ауыл-ауыл болып көсем сайлап, ру-ру болып көсем сайлап, президентін сайлап, оның жарғысына дейін қабылдап жатқан жері бар көрінеді. Сөйтіп алып ана орынға анау адамды қою керек, мына орынға мынау адамды қою керек, ана оқуға анау баланы түсіру керек, мына оқуға баланы түсіру керек, ана жерде ана қызмет босайын деп жатыр, соған кімді қоямыз? Мінекей індеттің ісігі осы. Мінекей осылай кете беретін болсақ, біз ішімізден ұдаймыз, өйткені ана орынға таласқан кезде екі жақ сөзсіз бір-бірімен қырғиға бақ болады дағы. Бұл ортада үшінші біреу келіп, пайдаланып отырып алады. Сөйтіп біз тоз-тоз болудың бір жолы осы. Жаңағы сіз айтып отқан өте үлкен ұлы сабақтардан қорытынды шығарманың әсері қайда келетінін мінекей осы. Бұны аңдып отқан адамдар жоқ емес. Ол ертеде патша саясатында да болған. Патша саясаты егер осы мына бізге генерал-губернаторларын жіберген кезде, ояздың басшыларын жіберген кезде, ең алдымен оларды бәленбай жылдар дайындаған. Зерттеген қайыру кімге жатады, оның үшін қандай беделді адамдары бар, кімнің аузын алу керек, кімге жағыну керек, кімге қарсы қою керек, қайыруды қайыруға қарсы қою керек, қандай себептер табу керек ол үшін. Мінекей ерету деген осы. Кәдімгі жұмысқа ең сайқал мықты саясат патша заманынан басталып, соңғы Иван Грознийден бері басталып келе жатыр. Кеше мынау коммунистік империя осыны қатты пайдаланды. Менің есімде сіз білетін шығарсыз, осында кім деген хатшы болды ғой? Себрюковтың өз аузынан естігеніміз бар біздің. Мына Алакөл дейтін жоқ, Алакөл емес, мына Талдықорғандағы ана Тастескен деген бір жаңадан аудан ашылды ма? Содан бұрынырақ.
Соған бір жігітті шақырып алып, басқа бір облыстан шақырып алып жіберіп жатқан көрінеді. Сонда бірінші қойған сұрағы, сен онда кімдер тұратынын білесің бе? Мен білемін, қазақтар, көпшілік қазақ. Жоқ, қандай қазақтар тұрады оның ішінде? Қандай ру тұрады? Сен соны біліп ал. Онда мыналар тұрады, ана найман тұрады, мына найман тұрады, ана жерде жалайыр тұрады, мына жерде мынау тұрады, мынау тұрады. Білдіңіз бе? Қазақтың өзінің ру шежіресіне сол отырып алып Севриков көзін ашып, сауатын ашып жатыр жаңағы жерде. Бүкіл саясат сол. Бір-біріне қарсы қою, бір-бірімен соғыстырып, жаңағы бір-бірін айтыстырып қою, соның арқасын тырп еткізбей жаңағы өзінің өктемдігін жүргізіп отыр. Ал енді осы қазір біз мына қалыппен кете берсек, сол жоқ жалпағымыздан түсіреді. Жаңағы мен айтқан мысалдарда бір нәрсені жіне астынсыз айтуға болады. Моңғолдар шабуыл жасамастан бұрын барлай жіберген, керуендері келген, барлап біліп алған бұлардың. Дешті Қыпшақ мемлекеті ол кезде конфедерация болған. Бір-біріне бағынбайтын әрқалай өзінше құдай болған. Соны біліп алғаннан кейін барып шабуылды бастаған. Әбден бұлардың бірікпейтінін білгеннен кейін. Содан кейін қалмақтар ойлап алған кезде олар да сол барлау жүргізген. Тек күтіп отырған, мыналардың үшке бөлінуін, қазақ хандығын үшке бөлінуін күтіп отырған. Қалай Тәукеден кейін үшке бөлінді, үш емес тіпті беске бөлінген екен бұлар. Сосын Әбілқайыр билеп кеткен кіші жүздің өзінде Батыр сұлтан, Барақ сұлтандар деген өзінше ел билеп, өзін хан жариялап. Содан кейін орта жүзде Семейке Күшік деген хандар басқарды. Сөйтіп бұл 6 бөлікке бөлінген қазақ. Бұл сол кезде бас салды. Зерттелген бәрі. Мен тағы бір нәрсеге. 1730 жылы Әбілқайыр хат жазды. Россияға қосылайық деп, кіші жүздің атынан. Ал енді сол жылы Ұлытауды Арғанатыда мына қалған қазақ бірігіп, қалмақтарға, жоңғарларға қарсы тұрамыз деген шешім қабылдады. Оның аяғында жаңағы Аңырақайдағы соғыстан бірінші рет жеңіске жетті мысалы. Осыны өзі көрсетіп тұр ғой. Ғажайып мысал ғой. Халықтың тағдыры бір жағы ана жаққа қосыламын деп жатыр. Екінші жаңағы тәуелсіздік үшін күресеміз, аяғына дейін жеткіземіз осы соғысты деген. Ол жоңғарлармен біз 150 жылдай соғыстық. Соның аяғына жеткізу үшін бір жағы жиналып жатса, екінші жағы ана жаққа хат жазып жатыр. Ал енді осыған менің ойымша қарапайым халықтың ешқандай жазығы жоқ. Осыны бөліп жарып, бүйтіп сен анаусың, сен мынаусың деп жаңағы бір-біріне жаңағы өзара қарапайым ауылдағы жатқан қазақ жазығы жоқ. Мынау атқа мінерлер. Оның ең бастысын жаңа сіз жақсы айтып кеттіңіз. Ақсақ пенен Тоқтамыстың екеуінің жаңағы бірін-бірі көре алмай, біріне-бірі билігін өткізгісі келіп, билікке таласып. Соның кесірінен мына Қазақстанға бүкіл Орта Азияға қақпаны ашып тастағанын олар сезген де жоқ, ойлаған да жоқ. Сол Тоқтамыстың құлауы арқылы Қазақстанға Ресейден жол ашылды. Ақсақ Темірдің құлауы арқылы мына жақтағы біздің Қытай күшейді, тіптен Европаның өзі күшейді. Европаның жартысын алып тұрған Баязетті шақты ғой ақсағыңыз. Содан бері жан-жағымыздан қақпаның барлығын ашып тастаған солар болды ғой. Ең күштілер. Ал енді сол кішкентай Ақсақ пенен кішкентай Тоқтамыстар ауылда жүр. Екі адам. Әлі күнге дейін жүр солар. Кішкентай Ақсақ Темір менен кішкентай Тоқтамыстар. Мінекей осылар бір-бірінен шақшық болаттағы елдің берекесін солар алады. Бөлетін де солар. Ауылдың өзінің қазақтың қарапайым халқының жазығы жоқ бұл жерде. Сорлайтын халық болады шераға. Сөзіңізге бір мысал айтайын. Мысалы, жаңағы айттық қой енді, анау моңғолдар шаппас бұрын басы бірікпей тұрған Қыпшақ даласы бөлінемін деп қырғынға ұшырады ғой енді. Қанша халықтың қаны судай ақты. Қырық өтті ғой енді. Айтқанда қазақтың 3/2 қырылды дейді. Содан кейін енді Тәукеден кейін қанымыз үш жаққа кетіп еді. Не болды? Тағы да ақтабан шұбырынды болып халық сорлады. Халықтың әбден енді тұқым тұқиямен құрып кету жағына барды. Демек билікке таласқан үш ханның жаңағы несінен зардабынан бүкіл қазақ сорлады. Ақтабан шұбырынды әлі күнге дейін есімізде келеді. Демек билікке таласушылар халықты өзінің билікке жеткізу, билікке қол жету үшін карта сияқты пайдаланады деген. Халықты пайдаланады.
Кол кыстырган карта кол. Бийликке жетүү үчүн экен. Ал эndi осылай басымыздан небір ащы замандар өтіп жатқанда туған бір ұғымдар болған болу керек, даналық сөздер болған болу керек. Халықтың өзі шығарған аталастың аты озғанша ауылдастың тай өссін дейді. Солай ғой. Аталастың аты озғанша ауылдастың тай өссін. Ауылдас ол кім болса аталас емес бірақ. Білдіңіз бе? Мысалы, қазір Түркменстаннан, Қарақалпақстаннан, Ресейден, анан Моңғолстаннан, басқа шетелдерден біздің туысқандарымыз келіп жатыр. Елім деп, ата жұртым деп. Айталық Түркменстаннан көшіп келген, Шымкент облысына көшіп келіп жатыр, мысалы. Көбісі адайлар. Түркменстанда тұрған адайлар. Енді ол дәл сол жерде оларды адайлар күтіп тұрған жоқ менің білуімше. Шымкент облысында. Сонда қалай болады енді? Ол мынау біздің аталасымыз емес екен деп, жаңағы олар шек қақпайлау керек пе? Жоқ, жаңағыдай анау аталы сөзге бағыну керек пе? Аталасының аты озғанша ауылдастың тай үстінде керек пе? Қалай болу керек қазіргі жағдайда? Мынау қазіргі қазақтардың этникалық менталитеті, яғни оның ой өрісі туралы ой қозғайтын болсақ, оны 4 сатыдан белгілеуге болады. Мынандай мысалы. 4 сатыдан белгілеуге болады. Көрсетіңіздер. Халық біздің өзіміз айтқандай әртүрлі мақал шығарып, өзі қыңғиғаш болып, өзі әртүрлі деңгейде халықтың дәрежесі. Демек, бұл ойлана келсек, бұның жаңағы бүкіл ой өрісінің дәрежесі 4 сатыдан тұрады екен. Біріншіден кіші шеңбер деп қояйық. Бұл аталық сана. Кіші шеңберде. Ол да бар бізде. Бар. Аталық сана. Бір атаның баласы. Ал айтпақшы, атаның баласы жауың, адамның баласы досың дейтін осыдан мінеке шыққан. Содан кейін ол сана өсе келе ұрылыққа жетеді екен. Сәл-пәл кеңейді. Азаматтың санасы кеңейді. Азаматтың санасы кеңейді. Ол ұрылық сана екінші шеңбер деп қояйық. Содан кейін ол азамат өсе келе, ойы өсе келе, ол аталықтан ұрылыққа жетіп, ұрылықтан соның ұлттық санаға көтеріледі екен. Үшінші шеңбер, ұлттық сана, ұлттық деңгейге көтеріледі екен. Содан кейін және бір шеңбер бар, ол әлемдік шеңбер дейтін. Әлемдік деңгей дейтін деңгей бар, ол экономикада бар, ол саясатта бар, бәрінде әлемдік деңгей дейтін бар. Біз мәдениетте, болашақта мәдениетіміз көтеріле берсе, жаңағы әлемдік деңгейге де жетеміз. Мінекей біз сол мына аталық деңгейден өту үшін бізге мәдениет керек, шараға. Мәдениет керек. Біз қай сатысында жүрміз осының? Біз қазір осының қай шеңберінде? Төртеуінде де жүрміз. Халқымыз ала-құла. Аталықта да жүрген азаматтарымыз бар, ұрылықта да жүрген азаматтарымыз бар, ұлттық шеңбердің бойында да жүрген азаматтарымыз бар, әлемдік шеңберге көтеріліп кеткен азаматтарымыз да бар. Мысалы, әлемдік шеңбер дегенде мынаны айтуға болады. 19 ғасырдың өзінде жекелеген қазақ азаматтары әлемдік шеңберге көтеріліп еді. Олар Шоқан, Абай сияқты азаматтар болып еді. Мысалы, Шоқан аталықтан, ұрылықтан, ұлттықтан өтіп мәдениеті көтерілген азамат, бірнеше тіл білген, еуропалық білім алған, бұл Достоевский менен сол себептен тіл тауып еді. Ана үлкен шеңберге шыққаннан кейін барып. Достоевский де өз ұлтынан жоғары кеткен адам болатын ол. Әлемдік мәдени деңгейге көтерілген. Сол екеуі сол жерде кездесті де үлкен биіктен. Бұлар дос болды. Тіпті Шоқанға Достоевский қазақтан да жақын болды бір есептен. Қазақтың ішінде Шоқанға соншалықты дос болды деген адамды біз тарихтан білмейміз. Мінекей сондықтан бұл мәдениет көтерілсе, мынау сияқты жаман қылықтар, яғни ғылым тілімен айтқанда атавизмдер өзінен өзі қалады екен. Мына қазақта бір мақал бар, ергемек кетсе есіктен береке кетер деген. Менің ойымша осы ергемекті кетіретіндер жаңағы мынау Шәкен айтып отырған көпшілік жағдайда жаңағы жергілікті жаңағы биялаушылар, билікке таласушылар осылардан шығатын сияқты. Енді бұрын кадр мәселесінің қалай шешіліп келгенін біз білеміз, ал қазіргі жағдайда осы жағына көбірек көңіл бөлу керек сияқты жаңағы. Адамның тек қана
мамандығына ғана қарап қоймастан, оны мына ой өрісіне, тарихқа, мәдениетіне, елдігіне, қазақ тіліне көзқарасы қандай адамдар деген жақтарына көбірек көңіл бөлсе, осы жағында бірге ала жүретін сияқты. Жаңа өзің айтып отырған мәдениет мәселесін көтеруге осының барлығы қажет. Мысалы қазір барлық жерде клубтар жабылып жатыр. Өйткені сол жерде соған басшылық қылып отырған жолдасқа ол клубтың керегі жоқ. Мәдениеттің керегі жоқ. Біздің мектептеріміздің осындай қазіргідей жағдайға келуінің өзінде де көпшілік жағдайда басшы жолдастар айтты. Неге яғында бізде мысалы 779 қазақ мектебі жабылды, ол кезде оған ешкім құлақ асқан жоқ. Өйткені сондай басшылар болды. Жергілікті жерлерде жаңа. Қазірде де бар. Қазірде де бар мысалы. Сондықтан осы тәрбие жұмысын жаңа өзің айтып отырған мәдениетпенен, сосын мынау мектептің жұмыстарыменен, клубтардың, кітапханалардың жұмыстарыменен, ақпарат құралдарыменен біріктірген ортақ жаңағы мемлекеттік дейміз ба, әлде ұлттық дейміз ба, саясат болу керек. Қазір сол саясат бізде жетіспейді. Енді мемлекеттік саясат деп жүргеніміз ол әлгі мемлекеттік ыңғай табыс қана сияқты нәрсе. Өйткені арман қарай тереңдете қарай бермейді көпшілік жағдайда. Қандай нәрсені қалай өткізу керек, не істеу керек, ондай бизнес керек па, керек емес па, осының тоғырығында жүріп жатырмыз. Сондықтан жалпы осындай үлкен бетбұрыс жасамайынша елдің арасындағы тәлім тәрбие жұмыстарына, жастардың арасындағы оқу тәрбие жұмыстарына бетбұрыс жасалмайынша болмайды. Ал ақпарат құралдарының қазіргі айтып отырған нәрселерін, көрсетіп отырған нәрселердің көпшілігі ал дәл осыған бағдарланған, соған қызмет етпегенге мен сене алмаймын. Енді осы жерде бір айтып кететін нәрсе сияқты бізде Американың, батыстың кинофильмдерін, жаңа видео сюжеттерін көбірек көрсететін жағдай ендеп бара жатыр. Теледидарда. Әлгі коммерциялық теледидар дейміз, тағы басқа дейміз, әркім әр жаққа тартады. Дәл осы мәселеде жаңағы біргелкі, бір бағытқа бағдарланған саясат жоқ. Әркім әр жағын алып кетіп жатыр. Ал оған жаңағы қазақ теле радио корпорациясын жаңағы айтпай беруге де болмайды, өйткені әркім әр жаққа тартып жатыр. Бұл жерде бір кішкене аздаған ғана бір түсінік керек сияқты. Мынау жаңағы әдемі айтып отырсыз. Мынау иманға жат, адамгершілікке жат, небір тағылық сезімдерді қозғайтын, соны түрткілейтін, адам баласын бір мәдениеттен гөрі жабайылыққа, тұрпайылыққа жетектейтін неше түрлі құбыжықтарды көрсетіп жатқан компаниялар бар. Ал енді ол кім дегенде қарапайым жұрт ойлайды, осы шығып жатқан бәле, осы мына экранға шықты, осының барлығы мына қазақ телерадиосының ісі деп. Олай емес. Жаңа өзіңіз айтып отқан коммерциялық дидар бар, таң дейтініміз бар, түйін дейтініміз бар, тағы сол сияқтылар. Олар мына қазіргі заман тілімен айтқанда тәуелсіз ақпарат құралдары. Тәуелсіз әлі өз мына баспасөз туралы, ақпарат құралы туралы шыққан заң бар, сол заңның тармағында жазылған. Тәуелсіз телерадио құруға болады, газет шығаруға болады, тағысын тағылар. Соған сүйеніп істеп жүрген біздің демократиямыздың шалағай, әлі жабайы демократиямыздың жемісі жаңағы. Әйтпесе біздің Қазақстан телерадио компаниясының оларға ешқандай қатысы жоқ. Қайта біз оларменен кереғар, олардың істеп отқан бұл әрекеттеріне мүлде қарсымыз біз. Осы жағын бір ауыз түсіндіре кетейін деп едім. Ал енді тағы да бір сұрағым бар. Жаңағы сіз мемлекет тарапынан өзіміздің мына мәдениет қызметкерлері тарапынан осы біздің идеологиямыз дейміз, жаңағы соның шалағайлығы болмай жатқандығы жөнінен. Ал енді бізде бір партиялар туындап келе жатыр. Сол өте бір биік деңгейге көтерілмегенмен енді бас көтеріп келе жатқан, енді құралып келе жатқан партиялар бар. Көптеген партиялар.
Al endi осы біздің ұлтымыздың бірлігі жөнінде, жаңағы біз әңгіме етіп отқан рушылдық, жүзге бөлу жөнінде осы партиялардың бірде-біреуінің бағдарламасында бір нәрсе бар ма осы? Ұлттың басын қосуға әрекет жасайтын, жаңағыдай рушылдыққа қарсы әрекет жасайтын бағдарламалар сіз бір жерден сездіңіз бе осы партиялардың арасында? Меніңше ондай көзге түспеді деп ойлаймын. Дұрыс қой. Енді олардың алғашқы кезде көтерген ұраны жаңа Қазақстан тәуелсіз ел болса, одан бұрынырақ баяғы Совет одағының құрамынан шығу керек деген мәселелер көтерілді. Демократиялық қоғам құру керек дегеннің үстінде. Жаңағы мен айтқан әңгімем бұл жерге де қатынас, өйткені бізде мынау теориямен айналысатын қазір мекеме жоқ. Жақсы ма жаман ба бұрын әлгі институттар айналысып бұндаймен, ғылыми зерттеу институттары, партия тарихы институты деген болды, партия мектебі болды. Енді қазір олардың орнын толтыратын ешкім жоқ, сондықтан да әркім әртүрлі әңгіме айтады. Әркім өзінің түсінігінше жаңағы жорамалдап бағдарлағысы келеді. Жаңа соны айтып мен бағанағы әңгімеміздің басында айтылған нәрсе, жаңа босаған орынды толтыра алмай жатырмыз ғой, мәселенің бәрі осында жатыр. Сол идеологиялық құрылым жасалмайынша біз мына бүгінгі айтып отырған мәселелерімізді шеше алмаймыз. Сол бір бағытта бағдарланған нәрселерге. Кейде қазір енді ақпарат құралдарында әлгі заңды тыңдаушылық болу керек дейді, сосын заңды құрметтеу керек дейді, ал заңды құрметтету үшін де тәрбие жұмысы керек қой мысалы. Оныңыздың бәрі рас, өзіға. Мына үй іші ала болса, кереге тола бәле болады дейді. Сізбен біздің осы әңгімемізден менің байқап отқанымыз, қазақ ұлты деген ұлы ұлттардың қатарына жатқызуға да болар еді, егер жаңағыдай ала-құла болмаса. Үй іші ала сияқты көрінеді маған. Қазақ деген бір үй десек, сол үйдің іші ала. Ал ондай жағдайда кереге толы бәле болады. Ал осы бір бәленің бір ұшығы меніңше мынада жатқан сияқты. Біз өзіміздің қазақ екенімізге мақтана аламыз ба? Мен қазақпын деп кеудемді соғып айқайлап тұрып айта аламын ба мен мысалы? Мақтана аламын ба осы қазақ екеніме? Бұл сұрақты қойып отқаным, мына өзін қазақ деп айтуға, қазақша сөйлеуге намыстанатын адамдар бар арамызда. Ол білім ғой сіз. Осылар осы мына қазақ тілін менсінбейтін, өз ұлтының тілін менсінбейтін, үйренуге де ұмтылмайтын оны тіптен қаны сұйық қазақтар бар. Ал және олардың көпшілігі мына жетекші буындарда, іс мәселе шешетін буындарда, орта буын болсын, жергілікті жерде буындар болсын, мына осы буындардың көбісінде осындай адамдар отыр. Өз тілін құрметтемейтін, өзінің ана тілінде сөйлеуге ұмтылмайтын, не білмейтін, не білгісі келмейтін. Мінекей осы алалықтың бір шеті осында жатқан жоқ па бізде? Алалықтың бір шеті онда жатқан рас. Бірақ әлемде осындай жағдайға біз қалай келдік? Екінші жағы тағы бар. Ана тіл білмейтін жастардың бәрі неге өлмекті айыптаудан аулақпын. Өйткені құлағынан тартып апарып орыс мектептеріне орналастырдық. Жаңа мен бір жерде айтып кеттім өзім әңгімеміздің басында. 779 қазақ мектеп жабылған кезде қайда қарап отырды сондағы мемлекет басындағы адамдар мысалы. Мен мысалы Торғай облысында хатшы болғанда сізбен бізде жүрдік ау деймін сол. Жоқ, қоя тұрыңыз, мен жүргенді айтайын. Мен Торғай облысында хатшы болып жүргенде қарасам, қазақ мектептерінің көпшілігін орыс мектебі деп жариялап жүрген. Онда біріншіден мына қатынасатын басқа ұлттың өкілдері жоқ. Амангелді, Жангелдінің аудандарында. Өңкей қазақтар отырып, мектепте орыс мектеп қылып жариялайды. Оған жаңағы орыс тілін білмейтін адам сабақ береді. Сонымен не қазақша білмейді, не орысша білмейді. Сондағы сол жылдарда осындай мектептерді жапқызуды бастадық. Бірінші класстан 4-ші классқа дейін жауапты үлгердік. Өйткені болмаса, орыс болмаса да бір татар ма, басқа біреу болса жаңа бірдеме шүбірлеп сөйлесетін. Ол да жоқ. Ол кезде саясатты соған әкеп тойландырылған.
орыс жолдастар, орыс мектебі болса, орыс механизаторлар келеді деген әңгіме болды. Уақытында онымен орыс механизаторлар да келген жоқ. Iya. Ал сол мектептерді қайтадан барын ашқан кезде әлгі Қазекеннің әдеті бар ғой, жаңағы топырлатып арыз жаза бастады. Әлгі менің үстімнен болмағанмен жаңағы облононың, райононың қызметкерлерінің үстінен арыз жазып, мыналар бізді құлтып жатыр. Баламыз тіптен тіл білмесе де, осы орыс мектебіне әнжі отырса да отырғызамыз осы жерде. Деген әңгімелер болды. Өйткені ол кезде саясат сондай болып кетті. Орыс тілін білмесең, жаңағы адам болмайсың деген сияқты. Онымен ол бала не орыс тілінде білмейді, не қазақ тілінде білмейді. Сондықтан бұның екінші жағы жаңағыдай. Ал енді қазіргі жағдайды алып қараңыз, қазақ тілінде сөйлеу керек дейміз, сөйлемейміз. Оған жағдай жоқ. Мен қанша, мысалы енді орталық комитетте отырған кездің өзінде басталған әңгіме, қазір де айтып жүрмін, қашан бізде қазақ тілінің кеңістігі жасалады осы республикада. Неге қазақ тілінде сөйлейтін облыстар жоқ бізде, аудандар жоқ. Қазақ халық көп тұратын жерлерде осы мәселелерге көңіл аударылады. Баяндаманы да, жұмысты да бәрін сол тілде жүргізеді. Анау жаңа жастар жөнінде айттыңыз, оларға обал. Жастар кінәлі емес, олар солай кезінде орысша оқытты, амал жоқ болды. Басқа барар жер жоқ болды. Бірақ мәселе мынада ғой. Мені кешірер, мен тағы да бітірейін жаңағы басын. Қазақ тілін дамыту жаңағы кешенді бағдарлама жасалды республикада. Неге бағдарламаны жасалғалы 3 жылдан асып кетті? Ол қалай орындалып жатыр? Не істелді? Не қойды деп біреулерден сұрау керек емес пе? Ол сұрау тағы жоқ. Тіл комитет құрылып жатыр ғой, мүмкін шұғылданар. Енді тіл комитеті құрылғанда сол кезде айтылды 2,5 миллиард сом ақша қаржы бөлінді деді. Соны бүгін сұрап көріңізші үйде. Соның қанша соны қазақ тіліне байланысты пайдаланды деген сұраққа бір адам жауап бере алмайды. Өйткені талап жоқ. Сондықтан меніңше бізде мемлекет басқарып отырған жолдастарды естіп отырған шығар, көріп отырған шығар бүгін. Қазақ тілінің кеңістігі жасалмайынша республикада қазақ тілі дамымайды. Ал қазақша сөйлеуді басшылардан бастау керек. Ол жағы бізде тағы жетіспейді. Жақында біздің парламенттің бастығы, төрағасы Абдилдин жолдас шетелге барып бірінші рет қазақ тілінде сөйлеп келді дегенде алақайлап қол соққан қазақтарды да көрдік. Бірінші рет мысалы. Сөйлейін десе ол кісі жақсы сөйлейді. Бірақ біздің парламенттің өзінде де біз оңдырып қазақша сөйлеп жатқан жоқ қой. Екі жақ адам сөйлейді, қазақша сөйлейді. Ал енді сонда деймін ғой, бірсыпырасы білмейді тілді. Бірсыпырасы біле тұра, жаңағы әдейі сол орысшасыны білсе де білмесе де орысшасына басталады. Қарай талпынады. Мұндағы сұмдық білмеген масқара емес, білуге ұмтылмаған. Білуге ұмтылмаған тіршілігі масқара ғой. Сол. Білуге ұмтылмайды ғой біздікі. Ұмтылу үшін не істеу керек? Қандай бір қызығушылық болу керек пе? Бір әйтеуір бір бір ауыз сөзбен айтсақ, ұмтылу үшін саясат керек бізде, жетіспейтіні. Мемлекеттік саясат дейміз бе, ұлттық саясат дейміз бе. Тіл мәселесі жөнінде саясат керек. Ал ол саясат болмайынша, ол жұртты зорлағанмен мынандай ой қосқым келіп отыр. Ол мынау тілдің мүшкіл халі сол ұлттық сананың дамымағаннан болды ғой. Ұлттық сананың дамымаған себебі, жаңа әңгімеміздің басын содан бастадық. Ұлттың өзінің жөнді қалыптаспай ұруға бөлініп отырғанынан болды деп келдік. Ал енді осы өзге халықтардың көбінде жоқ, ұрулық сана неғып осы мынау 20 ғасырда аяқтағалы отырғанда қазақтың басынан кешіп отыр деген сұрақ тууы мүмкін. Неге бұлай болды? Басқа елдерде қалай? Басқа елдерде қалай, бізде қалай? Жалғыз көшпелі ел біз еседік қой деген. Мысалы мында бір қызық теңеу шығады. Біз 15 ғасырдың ортасында өзбекпенен бөліндік. Бір халық екі бөлінді, өзбектер отырықшы болды да, қазақ көшпелі күйінде қалды. Содан кейін 5 ғасырдың көлемінде өзбек халқы өзінің ұрулық санасынан ұлттық санаға түрлі болады қазір. Оларда тек қана ұрудың біреу білсе, біреу білмейді, тек қана символикалықтарда қалған ұрулық сана. Ұрулық сана жоқ деп ойланады.
сол баяғы көшпелі рулар сол жерде де бар енді. Оны айтамын. Рулық сана болмағанмен жерлестік сана бар оларда. Енді неге бұл мынау біздің халқымызға дәл бүгінгі күнге дейін рулық сана келді? Неге біз осыны әңгіме қозғап отырмыз дегенге келетін болсақ, мына жалпы адамзаттың өмір сүру тәсіліне де байланысты екен. Халықты да кінәлауға болмайды екен. Мысалы ең үлкен өмір сүру тәсілінің бірі ең алғаш аңшылық болғаны белгілі. Содан кейін малшылық болғаны белгілі. Содан кейін отырықшылық, яғни егіншілік болғаны белгілі. Бұның бірінен кейін бірі прогрессивті болды. Аңшылыққа қарағанда малшылық прогрессивті. Оның бәрі қатар басталды ғой. Малшылыққа қарағанда отырықшылық прогрессивті болды. Біз Октябрь революциясынан кейін 30 жылдардан кейін отырдық. 50 жыл бойы отырдық. Қырылып тұрып. Отырдық қой енді. Ал өзбектер 500 жыл бойы отырғандықтың арқасында рулық саны жойылды. Ұлттық сана қалыптасты. Біз 50 жыл отырдық та, соның арқасында мынау енді өмір сүру тәсілі прогрессивті жағдайда 50 жыл өмір сүріп отыр екенбіз. Бірақ соған қарамастан бізде прогрессивті жағдай бар екен. Мысалы, біз Октябрь революциясына дейін болыс сайланбай жүрген халықпыз. Бір ауыл 2-ке бөлініп, 3-ке бөлініп, 4-ке бөлініп. Ал енді біз күні кеше ғана бір ауыздан президент сайладық қой. Егер біз осы кезге дейін көшіп жүрсек, сайлай алар едік, қайдам сайлай алмасақ болады. Отырықшылықтың арқасында, мынау сауаттанудың арқасында, мемлекеттің негізі қалыптасуының арқасында біз қанша енді халқымызға ренжісек те, біз ұлттық санамыз қалыптасып қалыпты. Біз бір ауыздан бір президент сайладық. Бұл деген сөз ұлттық сана бар деген сөз. 50 жыл емес, мүмкін 100 жыл керек шығар, рулық сананың өшуі үшін. Өйткені өзбектерге 500 жыл керек болды, одан құтылу үшін. Ал біз 50 жыл болды. Жаңағыдай прогрессивті түрде өмір сүріп жатқанымызда, яғни отырықшылыққа өткенімізге. Неге осындай жағын қарағым келеді. Иншалла оныңыз айтқаныңыз келсін, Смағұл мырза. Бірақ енді қазір мына шежіре деген үстіне кітап етіп шығарып, кішкентай мына тілші жаңадан шығып келіп жатқан баласына маңдайынан тоқпақтап отырып, сен бәленше атаның баласысың, бәленше рудың баласысың деп шегеменен, мақшегемен қаға берсе, ондай рулық санадан құтыламыз ба, құтылмаймыз ба, ол тағы да сұрақ. Жеті атасын білген жақсы, түптегін білгенде жақсы, бірақ соны тақ-тақ қылып қайта санасына сіңіре бергеннің өзі бізді жаңағыдай біріктіруге, жаңағыдай тұтас ел етуге, бір жеңнен қол, бір жағадан бас шығаруға жарай ма? Осы әрекеттердің бәрі жарамай ма? Мен соған күмәнім бар. Ал енді түптің түбінде осының барлығына мына біздің жан-жағымызда отырған елдер бар. Жаңағы өзіңіз айтып отқан өзбектер бар. Күні президент Карим мысалы мәлімдеме жасады, мен сондай Сарыағашта жатып едім, солардың теледидарын, радиосын тыңдап жаттым да, сонда бір үлкен жиында сөйледі Карим. Біз таяу уақыттың ішінде біздің халқымыз 2 есе өседі деді. Қазір ана геометриялық прогрессия деген болады екен халықтың өсімінде. Геометриялық прогрессиямен өсеміз, сол кезде мына отырған жеріміз бізге тар болады дегенді айтты. Сыймайды дегенді айтты. Оның еттеп құлақ қағысы да бар. Ана басқа осында отырған басқа ағайындар есік барды елің тап дегенге келтірді. Өйткені өзімізге де жер керек, өзімізге де жетпей жатыр дегенге. Сол көршілерің отырғанда, анау ресейің, алып ресейің отырғанда, мына алпауыт Қытайың отырғанда, осылардың көзқарасымен қарағанда біздің осы қазіргі бет-бейнеміз қалай? Қалай түсінеді осы әрекетіміздің барлығын? Басқалар. Шереға, мынаған осы туралы мен де ойланып отыр едім. Мынау біздің тарихымызда бір қызық парадокстар бар. 7-ші ғасырда Күлтегін жазуында былай деген екен: "Ей түркі елі, сіздердің күштерің бірлікті" деген жазу бар екен. Бірақ сол бірлікке әлі күнге дейін жете алмай жүрген түркі халқы бар. Мысалы, бізден пәленбай мың жыл, тарихы 3000 жылдан асатын Қытай елі басталғаннан бастап бүгінгі күнге дейін бөлінбей отырған тұтас халық. 1 миллиард 200 миллион халық бөлінбей отыр. Бөлінбей отыр. Отырықшы қаласы бар, отырықшы елі болғандықтан. Ал енді оның бер жағында тарих сахнасына кеше ғана шыққан түркі халқы үлкені бар, кішісі бар, 9 мемлекетке бөлініп кеткен қазір. Кеше ғана шыққан түркі халқы. Осыдан қандай түйін шығу керек? Түйін жалпы бөлінгенді бөрі жейді деп мақал шығарған халқымыз осыны жақсылап есте сақтау керек. Ал енді осыдан барып мына біздің президенттеріміздің кешегі әрекеттері
көкейге қонатын сияқты көрінеді маған. бірігу керек. Иә, мына Орта Азияда жүргеніміз қазір орталық Азия болды, оның ішінде біз Қазақстанда кіретін болдық. Иә, мынау осы Қазақстанымыз бар, Өзбекстанымыз бар, Қырғызстанымыз бар, Түркменстанымыз бар, тілі бөлек болса да Тәжікстан. Мінекей осындай тіптен бәріміз бір мемлекет болмағанның өзінде де бір қоғамдастық, бір достастық, бір аймақ болу керек сияқты. Бірлік керек осы жерде. Онсыз жаңағы біз айттық қой, үш үлкен трагедияны айттық қой, жаңағы халық іштен бөлінген кезде сыртқы жауға жем болғанын. Болашақта да болуы мүмкін. Неге біз тарихқа нүкте қойып жатырмыз? Жаңағы аталып өткен алпауыттар бар ғой жан жағымызда отырған. Оған тек қана қазақ қана жем болмайды. Ондай жағдайда мына көршілеріміз де аман қалмайды. Құдай бетін ары қылсын оның. Сондықтан да біз бір-бірімізбенен жаңағы бұрынғы бізден бұрынғы өткен ағаларымыз аңсаған ғой соны. Кеше Мұстафа Шоқай, анау Тұрар Рысқұлов, Ахмет Байтұрсын, Мағжан Жұмабаев неге түрк туралы жырының көбісі соған арналған? Күшті болсын дейді. Солардың бәрін пантюркистік кезінде құртып жіберді әрине. Бірақ негізінде солар өте данышпан адамдар деп ойлар едім мен. Өйткені қазақ жеке дара өзінше ғана бөлшектеніп отырып, жан жағымен байланыспай өткін көре алмайды. Сондықтан жаңағы түркі тілді түркі тілдес түгел бол деген ұран содан шыққан. Сол түбінде соған келуіміз керек сияқты. Өте дұрыс айтасыз. Анау өзі түркі тілдес халық небәрі 200 миллион екен дүние жүзінде. Ағайындары өзі 1 миллиард 200 миллион Қытай бірігіп отқан кезде 200 миллион түркі халықтасы 9 мемлекетке кету дейтін бөлініп. Ал енді тағы бір нәзік нәрсе бар. Бұл жерде түркі тілдес түгел болғанда соның ішінде біреуі көке үлкен аға болып қоқырайып отырмауы керек. Енді олай болмайды енді. Онда қиын болады. Енді олай болмайды. Онда болмайды. Сол ағалыққа таласана деп қорқады біреулер. Олай болмайды енді. Өйткені жеке мемлекет болып қалыптасып қалдық қой. Қалыптасып қалдық, дәмін алып қалдық. Сондықтан жеке отырып, бірақ жаңағы тұтастықты түркілік тұтастықтан айырылып қалмау керек. Шераға, мынау енді әңгіменің аяғында бірлікке қарай келдік қой енді. Бұл жерде мынау енді халықты не біріктіреді деген сұраққа келетін болсақ, қанша уақыт қалды? Біздің сондай символдарымыз қазірдің өзінде бар. Бір тұтас жеріміз бар. Бір тұтас уақыттан еліміз бар, туымыз бар, конституциямыз бар, өзіміз сайлаған президентіміз бар. Мінекей әрбір қазақтың ұлы мен қызы, әрбір қазақстандық осы қасиеттерді сыйласа, осы үшін тіптен жан беретіндей жағдайға баратын болса, біз мызғымас ұлтта боламыз, мызғымас республикада боламыз. Осы символдарды қазір сақтау керек, күресу керек. Осы біріктіреді. Біз қазақпыз дегенге мақтанамыз ба қазір? Ал соны мақтандыру үшін жұмыс жүргізу керек қой жаңа. Солай болу керек. Ал енді мақтанатын тарихта өте көп деген жағдайлар бар. Енді ол тарих. Олар көп қазақтан шыққан. Ал бірақ енді абай айтқан ғой, мақтаншақтықтың өзі жаман екен. Өйтіп мақтана беруге де болмайды. Ал енді қазақтан шыққандар көп қой енді. Анау Әл-Фараби, немесе анау адамзаттың алғашқы пайғамбары Заратустра, ол да Қазақстанның территориясынан кетті деп жазып жатыр ғалымдар. Содан кейін толып жатқан ғалымдар бар. Белгі жақтан айтпай қойған бүкіл жұртқа белгілі. Яссауи ислам дініндегі үлкен фигура ғой енді. Сол сияқты ғалымдар қазір көп ашылып жатыр. Ол енді жалпы ұлттық мақтаныштар ғой. Жалпы ұлттық мақтаныш. Немесе бейбарыс. Сенің бар деген кезде сенің мінекей мынандай бар деп айтуға қандай? Жеке тұлғалардың өзі, біз әлгі жеке адамға табынуға болмайды, анау дегеннің өзінде де жеке адамдардың өзі құдірет жеке тұрғанда. Ұлттың атын шығаратын жеке бір батырлар болады, жеке даналар болады, жеке ақындар болады, ұлы жазушылар болады, тіпті спортсменнің өзі, Қажымұқан. Неге мақтана алмаймын мен Қажымұқанменен? Әлем жүзіндегі. Немесе Мұхтар Әуезов. Мына кішкентай қырғыз Шыңғыс Айтматов қандай даңқын көтерді? Қырғыздарды біреу біліп, біреу білмейтін мысалы тарихта. Манас Шыңғыс. Осы сияқты мысалдар көп. Мұхтар Әуезов
Мысалы үшін өзіңіз білесіз, жалпы Азияда теңдесі жоқ жазушы. Рас. Азияда, жалпы Азияда теңдесі жоқ жазушы Әуезов деген. Соны біз сол деңгейде жоғары ұстап жүрміз бе, жоқ бұл әлі күмәнділеу. Біз тәуелсіз ел құрып отырмыз, мемлекет болдық, конституциямыз бар, өзіміздің президентіміз бар, қазақ халқының жаңа мыңдаған жыл тарихының жаңағы өресінде жетіспеген нәрселерге қазір қолымыз жетіп отыр. Бұның барлығы дұрыс. Ал енді осы бүгінгі әңгіменің толығында айтатын болсақ, жаңағы өзіміз айтқан елдік, бірлік принциптері негізінде ауызбіршілік болса, жаңа табыстарға жетуімізге болады, оған күмәндануға болмайды дегенді айтайын. Сіздің мынандай ой келеді. Жалпы біз енді халық ретінде, республика ретінде біз мақтан тұтатын нәрселер бар. Мысалы, біздің республиканың орналасуы Еуропа мен Азияның шекарасында тұрған республика. Үш ұлы діннің шекарасында тұрған республика. Бізде анау фундаментализм дейтін ол жоқ. Ондай қырғиға бақ болып бір-біріміздің жаңағы қанымыз төгіп жататын жағдай да жоқ. Біздің республика сол Еуропаның шекарасында жатқандықтан да бұл осы Орта Азияда, мүмкін Азияда болып, мына еуропалық мәдениетке тұңғыш барған халық болды біздің халық. Жаңағы әлемдік деңгейді Шоқаннан бастаған себебіміз 19 ғасырдың өзінде осы тек қана қазақ даласынан еуропалық деңгейде оқыған азаматтар шыға бастады. Демек, күндердің күнінде осы біздің Орта Азия регионында еуропалық мықты дамыған мемлекет болатын болса, соған Қазақстанның болуға үлкен шансы бар деп ойлаймын. Енді жаңа өзің айтып отырған орталықта болдық деген мәселе. Мысалы, өзбектерде қазақ көз ағам, сарт садағам деген мақал бар мысалы. Өзбек көз ағам. Жоқ, қазақ көз ағам, сарт садағам дейді. Ал өздері ішінде өзбек көз ағам, сарт садағам дейді. Ол жаңа мына Дешті қыпшақтан барған өзбектер жөнінде айтылып отыр ғой жаңағы әлгі. Анау сол өзімнің ағам, анау жерікті сарттар садағам деген. Ал енді қазақ көз ағам, сарт садағам дегенде үлкен мән жатыр. Біздің жаңа жолда тұрғанымыз, Қытаймен шекаралас екеніміз, Россиямен шекаралас екеніміз, Орта Азияның бір республикасы 12.000 километр шекарасы жоқ, ешқандай жаңа шет мемлекеттермен, басқа елдермен. Сондай жақтары бар. Бүгінгі әңгіменің қорытындысынан билікке таластың бірліктен қаласын деп қойыпты. Дұрыс. Бұл енді мақал көріп сіңісіп кетсін, ал енді бірлікке байланысты біріккен озат, үріккен тозады дейтін де бар. Сондықтан біріккен озатын болсын, әңгімемізді кішкентай былай түйіндей келе, өрім үш өрім ғой өзі. Осыны түйіндей келгенде айтатын әңгіме, айналайын ағайын, әрине жеті атасын білмеген жетесіз деген өте даналық сөз, түп атасын білмеген тексіз деген де даналық сөз. Бірақ осы білгеніңді өзіңнің жеке басыңа, өзіңнің бір алақандай ағайының үшін ғана пайдаланбай, бір ұрудың, елімісі бір тайпаның жоғын ғана жоқтап қоймай, бүкіл ұлттың, бүкіл қазақтың қамын ойлаған заманда біз кәдімгідей өте өркениетті, саналы, мәдениетті елге айналамыз, үлкен мемлекетке айналамыз. Ал енді қазаннан қақпақ кетсе, иттен ұят кетеді дейтін бар. Егер біз өзімізбенен өзіміз ырымдасып жүріп, қазанымыздың аузы қақпансыз қалса, кімге жем болып кетерімізді бір Алла өзі біледі алдағы уақытта. Осыдан сақтану керек. Сен анаусың, сен мынаусың демей, бәріміздің туымыз бір. Бәріміздің тегіміз бір. Ендеше туы бірге түртпейді, тегі бірге тетпейді деген бар. Осы даналыққа тоқтайық, осыған бәтуаласайық, бүкіл ел бізді қостайтын шығар деп ойлаймын. Ойлаймын да солай осылай. Құрметті теледидар көрермендері, осымен бұл әңгімені, бүгінгі әңгімені осымен аяқтаймыз. Келесі бір сәтті күнде кездескенше аман сау тұрыңыздар. Рахмет.
Şadra'nın